Сәлем достар. Бүгін сіздерге қалампырдың емдік қасиеті жайлы айтамын. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сонымен, қалампыр кез келген ас үйдің бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмімен бөлек емдік қасиеті өте көп. Бұл дәмдеуішті ежелде емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданған. Қалампыр құрамында А, С, К және де В витаминінің барлық топтары кездеседі. Және сонымен қатар оның құрамында марганец, мыс, кальций, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және де темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттардың арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халық емінде қалампырды тұнба қайнатпа ретінде қолданады. Тұнба дайындау үшін бір шай қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпаны даярлау үшін бір шай қасық қалампырды 1 литр суға салып отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минут тағы қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құю. Жалпы алғанда қалампырды мына аурулар емінде қолданады. Ең алдымен ауыз қуыс ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, стоматит, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегімен жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталағаннан соң оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныз ашылып, тәбетіңіз тартады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Және де қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Егер тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Тағы да бір қалампырдың емдік қасиеті, қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жаза алады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм қалампырды араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше холодильникте сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз, сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сізді ауырып шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілерімізден әлдеқайда пайдалы әрі тез нәтиже береді. Қант диабетімен ауыратын қалампыр тұнбасының ішуге кеңес береміз. Ол да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Ал енді ескере кететін мәселе, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, ал екінші күні шай қасық ұшымен қабылдайсыз. Енді айға жалғастырасыз. 1 айға дейін 1 ас қасыққа жеткізу керек. Тыңдағандарыңызға рахмет, ем болсын.